Бұл видеоны менің эфирлерімді қарап отырған нәзік жандыларға арнағым келеді. Әрқайсыңыздың ішіңізде өзіңіздің жан ауыртпалығыңыз, ішкі күйзелістеріңіз бар екенін білемін. Ішкі даусыңыз сізге не айтқысы келетінін бірге көрейік. Өзіңізді ойлап, атыңызды іштей атап көріңіз, сонда ішкі даусыңыз сізге не айтатынын сезінесіз. Ішкі даусыңыз сізге не айтқысы келеді? Сіздің бойыңызда үлкен әулиет бар. Егер өзіңізге сенуге батылыңыз жетсе, түсінесіз. Көш басшы болып тумайды. Көш басшы болып қалыптасады. Сіз өз ісіңіздің үздігі бола аласыз. Дәлелдеуге күш жұмсамаңыз, жай ғана әрекет етіңіз. Ішкі даусыңыз тағы не айтқысы келеді? Білесіз бе? Әрдайым ішіңізде бір тыныш дауыс болады. Сіз оны байқайсыз ба, жоқ па? Ол айқайламайды, талап етпейді, қысым жасамайды. Ол жай ғана сыбырлап сіздің одан да көпке қабілетті екеніңізді айтады. Бірақ сіз оны тыңдамайсыз. Неге? Себебі қорқасыз. Себебі қолымнан келмей қалады деген қорқыныш бар. Себебі бір кездері біреу сізге сен ондай емессің, сен дайын емессің, сен жетпейсің деп сендіріп қойған. Егер өзіңізді танысаңыз, пікірге жазыңыз және менің Сила Одина Инстаграм арнама жазылуды ұмытпаңыз. Ал енді жалғастырайық. Сіз дәлелдеуге кірісесіз. Нені? Өзіңіздің лайық екеніңізді, мықты екеніңізді, бірдеңеге тұрарлық екеніңізді. Дәл сол сәтте ішіңіздегі шынайы күшіңіз, ештеңені дәлелдеуді қажет етпейтін тыныш, терең күш баяу өше бастайды. Бір маңызды нәрсені түсініңіз. Сіз өз құндылығыңызды ешкімге дәлелдеуге міндетті емессіз. Сіз біреудің үмітіне сай болуға міндетті емессіз. Сіз өзіңіз болу үшін ешкімнен рұқсат күтпеуіңіз керек. Сіздің бойыңызда бәрі бар. Дәл қазір кейін емес, дайын болған кезде емес, бәрі жеңіл болғанда емес, дәл қазір. Тек сіз өзіңізге сенбеуге үйреніп қалғансыз. Есіңізде сақтаңыз. Көш басшы болу өзіңізді таңдаған сәттен басталады. Қолдарыңыз дірілдесе де, тамаққа өксік тығылса да, көзге жас келсе де, бұл қорқыныштың жоқтығы емес. Бұл қандай жағдай болса да алға жүру туралы шешім. Өміріңізді дәлелдеуге жұмсамаңыз, ол ешкімге сіз ойлағандай қажет емес. Бастаңдар, қателесіңдер, қайтадан көріңдер, жай болса да алға жүріңдер. Бір күні артқа қарап түсінесіз. Сіз күшті сырттан іздедіңіз, ал ол әрқашан ішіңізде болған. Ол сіздің мен өзіме сенемін деген сөзіңізді күтіп жүрген. Сол жеткілікті. Өзіңізге сеніңіз, сіз ең жақсыға лайықсыз.